Шэньчжэнь қаласындағы электроника орталығына келдік. Хуацэнбэй деген көшеде орналасқан бірнеше үлкен ғимараттың іші толған электроника. Бұл жерде бәрі бар. Мынандай электронды ойыншықтар, роботтар, сондай-ақ міне мынандай сөйлейтін робот үлкен адамдарға дейін жасап қойған. Бұларды енді не үшін білмедім, бәлкім бір презентацияға, бірдеңеге қолдану үшін ба. Мынандай міне, бұның бәрі робот, адам деп ойлап қалмаңыздар. Бұл жерде міне бәрі бар. Мынандай ит робот, қараңыздаршы, мынандай ит робот. Қазіргі міне бізде танымал, Қазақстан танымал болып атқан ит робот, мынандай роботтар. Бұның бәрі міне осы жерден таба аласыздар. Сондай-ақ қараңыздар, мынандай сақина. Бұл сақинаны тақсаңыз, сіздің жүрек қағысыңыз, давленияңыз, сіздің жалпы бүкіл анализіңізді көрсетіп отырады мынандай сақина. Жалпы міне барлығы бар бұл жерде дамыған, ең әлемдегі барлық дамыған құрылғылар, жалпы ойыншықтар, үй қажеттілігіне қажетті дүниелер бәрі бар. Сондықтан да келсеңіздер болады, немесе маған тапсырыс берсеңіздер болады.